достар, сіздермен бірге мен Шила, және бүгінгі видеода мен сіздерге арнап кукинг түсіріп жатырмын. Ал мен бұл чизкейкті жасаған себебім, мен бір арнайы пекарнядан көп уақыт бойы сатып алып жүрдім. Және де бір кезде ойлап қалдым, неге өзім жасамасқа деп. Сосын интернеттен ашып, рецепттерді қарадым. Мен сіздерге осы видеоны түсірмес бұрын жасап алдым. Яғни ол кезде де менде жақсы шықты. Сондықтан бұл рецепт проверенный деп айта аламын. Сонымен қатар Рамазан айының басталуымен сіздерді құттықтаймын. Бұл ифтарға, ауызашарға өте жақсы десерт болып табылады. Сондықтан бүгін де жасап көрсеңіздер болады. Және де бүгін мен осындай қызықты необычный формада отырмын. Егер де осы видео сіздерге ұнайтын болса, міндетті түрде лайк басып, комментарийге өз ойыңызды қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Және де менен тағы кукинг қалайсыздар ма, соны да жазып кетуді ұмытпаңыздар. Және де ең бастысы астындағы қызыл кнопка, яғни подписаться деген кнопканы басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Ал біз бастай берсек болады. Алдымен қамыр үшін бізге сары май, ол жұмсақ болу керек. Алдын ала тоңазытқыштан шығарып қоямыз. Қант, ұн, нан қопсытқышы және бір жұмыртқа. Және мен ыңғайлы болу үшін ас үй таразысын қолдандым. Миска керек. Енді алдымен жұмсақ сары майымызды саламыз да, мен әдейі қантты 2 бөлікке салдым. Олар тезірек араласу үшін қантты салып аламыз да миксерлейміз. Одан кейін қалған бөлігін салдым. Тағы да миксерлейміз. Ендігі кезекте жұмыртқа қосамыз. Тағы да араластыратын боламыз. Енді осы жерде ұнға разрыхлителді қосып араластыратын боламыз. Бұл жақсы көтерілу үшін де енді електен, яғни ситадан өткіземіз. Бірнеше бөліктен бірнеше рет осылай бөліп қосып отырамын, жақсырақ араласу үшін. Және соңғы бөлігінде уже миксердің шамасы келмейді. Ол кезде жұмысқа қолдарымыз кетеді. Енді формочкамызды дайындаймыз. Менде диаметрі 26 см. 24-те жасасаңыз болады. Енді дайын қамырымызды 2-ке бөлеміз деп, біреуімен астын жасайтын боламыз, ал екіншісімен қабырғаларын, яғни бортиктерін жасайтын боламыз. Мен бәрі әдемі болу үшін шанышқыны қолдандым. Осылай басып шығамыз. Сонда түзу әрі әдемі болып шығады. Енді осы қамырымызды тоңазытқышқа саламыз. Салмасына бізге творог, сүзбе, оның жұмсақ болуын қадағалаңыз. Қант, бір жұмыртқа және қаймақ керек болады. Бәрін мискамызға салып араластырып аламыз. Енді дәл осы моментте біз духовкамызды қыздыра берсек болады. 180 градуста 30-40 минутқа қыздырамыз. Салмамыз дайын болған кезде біз формочкамызды холодильниктен алып, оны форманың ішіне салатын боламыз. Енді осы жерде ерінбегендеріңіз дұрыс. Барынша салманы түзілеп әдемілеуге тырысыңыздар, сонда ровно тегіс болып шығады. 180 градуста 30-40 минут пісіреміз. Оның дайын болған болмағанын түшқошпен немесе ағаш таяқшамен тексереміз. Осылай толық суытқаннан кейін формочкасын шешуге болады. Оның бетін әртүрлі жеміс жидектермен әсемдесеңіз болады. Мен бананды қолдандым. Шынымен де өте дәмді шығады. Жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Егер жасасаңыздар, мені инстаграмға отмечать етіп салыңыздар.